Анемияның белгілері ең бірінші шаршағыштық. Яғни адам ұйықтаса да, тұрса да, немесе жұмыс істесе де, немесе басқа да жұмыстар істегенде шамадан тыс шаршағыштық пайда болады. Еш кетпейді ол шаршағыштық. Даже тамақ ішкеннен кейін де біршама басылып отпайды. Екіншісі, әрине ол көздің қарауытуы және бас айналуы. Осы шаршағыштықпен қатар жүретін. Ол қалай? Мәселен, адам төмен қарап жоғары қарағанда, немесе жоғары қарап төмен қарағанда, немесе орнынан бірден тұрған кезде, яғни көзінің қарауытуы болып тұрса, бұл да келесі белгісіне жатады. Ал енді анық көрініс беретін белгілерінің бірі, ол әрине терідегі өзгерістер. Бірінші, ерін аймағы, көз аймағындағы жалпы тері қатпарларының, яғни бозаруы. Және сонымен қатар тырнақтарының сынғыштыққа бейімделуі. Және терілеріндегі қолдарында, аяқ қолдарында жарылғыштыққа бейім келуі, қайта-қайта жарыла беру, қайта-қайта бозаруы осы анемияның белгісі. Ал енді одан кейінгі белгілеріне келетін болсақ, бор, жалпы топырақ және көмір сынды заттарға тәуелділік, соны жеуге құштарланып тұруы, соны қайта-қайта жеу осы соңғы уақытта көптеп кездесіп жатқан процестердің бірі. Ал одан кейінгі шаштың сынғыштығы. Жалпы енді біздің физиологияда адамда қалыпты нормада шаш түсіп тұрады. Ал бірақ осы анемия кезінде осы шаштың түскіштігі біршама артады, біршама көбейеді. Шаш шамадан түседі. Және шашын тараған кезде де, немесе былай жүрген кезінде де, шашын жуған кезінде де осы көрініс бере бастайды. Ал енді келесі көріністеріне назар аударсақ, ол әрине физикалық күш түсірген кезде, жұмыс істеген кезде ентігіп қалу, қайта-қайта ентігу, бұл үдей түседі. Және содан кейін жүрек қағысының күшеюі. Бұл әрине орташа ауыр және ауыр түрлерінде көрініс табады. Одан кейін мына нәрсені есте сақтаңыздар, мұқият. Сіздерде мысалы осындай көзім аяқ асты тұрған кезде басым айналады, немесе жалпы әлсіздік болып жүр деп өз беттеріңізде витамин қабылдап, өз беттеріңізде ем қабылдап жүрген ол мүлде дұрыс емес. Бұндай белгілер пайда болып жатыр ма? Ең бірінші анализ тапсырып, дәрігерге қаралып, сәйкесінше ем алғандарыңыз жөн.